Яманға ауданның балалары келіп, осы жаңа жылды бізбен бірге қарсы аласың ба деп оған өтініш жасайды. Балалар кеткен соң Яман Айси мен Жесурдан кешірім сұрап қайтадан табысады. Өйткені Үміт қайтыс болғаннан кейін үшеуі ұрысып қалған еді. Яман да өзінің бай отбасына ренжіп, олармен де ұрысып, өзінің кедей ауданына қайтып келген еді. Кешке сыйлықтарды әкелу үшін көлікті қайдан табамын деп Жесур мен бір нәрсе ойластырамын дейді. Сөйтіп Яман көлікке сыйлықтарды толтырып кешке ауданға келеді. Оның келгеніне достары қуанып жатады. Сол кезде Руя хабарласып қалады. Яман Руяға жаңа жылды қарсы алғалы жатырмыз, сен де кел деп оны шақырады. Кедей ауданда тұратын барлық үйсіз-күйсіз балаларды шақырып алып, Яман өзінің достарымен жаңа жылды қарсы алып жатады. Сол кездерде Руя мен Яман екеуі бірге жүріп жүреді. Руя әлеуметтік желідегі парақшасына Яман екеуі түскен суретті қояды. Бұл уақытта үйде Неслихан мен Серхан арасында түсініспеушіліктер болып, екеуі ажырасу процесін бастап жатады. Оны білген Алаз: не үшін ажырасқалы жатсыңдар? Анам осының бәріне кінәлі, барлығын ұмытып, тек қана Яманды ойлайтын болды деп айқайлап жатады. Ал атасы кіріп қалып, анаңа тіл тигізбе деп Алаздың бетінен шапалақпен қойып қалады. Жынданып кеткен Алаз көлігімен кетіп қалып, айдалаға барып арақ ішіп отырады. Руяның әлеуметтік желіге салған суретін көріп, одан әрі жынданып кетеді. Өйткені Алаз Руяны Яманнан қатты қызғанатын еді. Араққа сылқия тойып алған Алаз көлігімен Ямандардың ауданына қарай бет алады. Сол уақыттарда Жесур Яман және Ассиге айтпай наркотикалық дәріні сатумен айналысып жүрген еді. Жесурға келіп наркотикалық дәріні сатып алады. Жесурдың таблеткаларды бір-бірден іштегеніне қарамастан, Алаң барлық таблетканы бірден іше салып, теңселіп кетіп қалады. Араққа сылқия толып, өзі мас болып жүрген Алаз оның үстінен наркотикалық таблеткаларды бірден екеуін ішкеннен кейін одан әрі жағдайы нашарлап, есін жоғалта бастайды. Алаз келіп, Яман мен Руяның сыртынан бақылап тұрады. Екеуінің құшақтасып тұрғанын көргенде, Алаң қолындағы бөтелкесін лақтырып, қолын жарақаттап алып, сол жерден кетіп қалады. Алдын Неслихан хабарласып, еже ауруханадан шықты, сені көргісі келеді деп. Яман: кеш болып кетті, мен ежені көріп келуге барамын деп. Руя да: мен үйге қайтайын деп, екеуі көлікке отырып үйлеріне қарай кетеді. Бір жағынан араққа сылқия тойып алып, оның үстіне наркотикалық дәрілер ішкен Алаздың жағдайы өте нашарлап, көзіне елестер көріне бастайды. Алаздың көзіне жанында Руя отырғандай болып, ол: мен Яманды жақсы көремін, сен соны мойында дейді. Және артына қарағанда, артында Яман отырып: мен сенен күштімін, сен әлсізсің, оны да мойындауың керек деп. Алаз жоқ деп айқайлап, арқасына алақ-жұлақ қарап, о жақтағы Яманның жоқ екенін көріп, не істерін білмей көлігін тоқтатады да жерге түседі. Алаз есін жиып көлігіне қайта отырады. Жаңа жыл келіп, аспанда салюттер атылып, барлығы жақсы көңіл күйде той тойлап жатады. Өзі көлігін зорға айдап келе жатқан Яман алдынан Яман мен Руяны көріп, бұл кеште бәріміз бірге өлеміз деп, өзінің көлігін солардың көлігіне қарай айдай бастайды. Алаз осы кеште бәріміз бір жерде өлеміз деп, көлігінің жылдамдығын үдете бастайды. Өздеріне қарай бір көліктің аса жылдамдықпен келе жатқанын көрген Яман не істерін білмей абдырап қалады. Яман өздеріне қарай келе жатқан көлікті байқап, оған соғыспау үшін рөлін бұрып жібереді. Алаздың көлігі жол шетіндегі бағанаға соғысып тұрып қалады. Ал Яман болса, көлігінің рулін басқара алмай, олар жардан құлап кетеді. Сөйтіп, Яман мен Руя отырған көлік жол шетіне шығып, жардан құлап кетеді. Сөйтіп, Алаз Яман мен Руя отырған көліктің жол апатына ұшырауына себепкер болады. Көлік жардан құлап, быт-шыты шығып, ішіндегі Яман мен Руя естерінен танып жатады. Бір кезде Алаз есін жиып, Руя мен Яманның көліктері құлаған жаққа қарай бет алып, сол жерге жүгіріп барады. Алаз келіп қарап тұрады. Көліктің быт-шытын көрген Алаз Яман мен Руяны өлдіге санап, сол жерден қашып кетеді.